Сіз айтыңыз, қар жаума деп, жаумаса екен деп жаумай қалмайды ғой. Мысалы да, соғыс болып жатыр, адамдар өлтіреді, зорлайды, бір-бірін тағы басқа нәрселер болып жатыр. Оның барлығы сіздің субъектив шындықтағы қалауыңыздан, еркіңізден тыс болып жатқан нәрсені түсінеді объектив шындықтағылар. Бұлар да бөлінеді өз ішінде. Мынау 13%-дықтар. Бұлар бай, миллионер, бірақ бұларда признание күтеді. Мойындауды күтеді әрдайым. Сондықтан шумные деньги здесь находятся. Орысша айтатын болсам. Ана успешный успехті көрсетіп, өзін барын көрсетіп жүретін адамдар осы жерде өмір сүреді. Признание күтеді постоянно. Үйін, машинасын көрсетіп жүреді осындай кезде адам. Осы этапта бренд, шмотки, анау-мынауларды көрсетіп, шумные деньги дейді. Оларда постоянно на жаққа перелив болып тұрады. Құлап қайтадан. Объектив шындықтың ішінде бола тұр адам. 2%-дықтар бар. Бұлар жоғары объектив шындықты түсінетін адамдар. Сверху. Келіңіз. Кешіктіңіз ғой. Жоғары объектив шындықты түсінетін адамдар 2%-дықтар. Бұлар адамдар креативті сана. Мына сана тұтынушы сана. 80%. Мынау аналитикалық ақыл. Аналитикалық ақыл баспайды алуды біледі, тұтынушылардың эмоциясына өмір сүреді. Мыналардың бәрі эмоциональный. Осыларға 13% эмоция сатады. 13%-дықтар мына 80%-ды қалай сау керек екенін біледі. Түсіндіңіздер ме? Қазақша айтамыз. Потому что мыналардың бәріне эмоция сатады. Мына 13%-дықтар. Жер бетінде Парето принципін айтып отыр. 80%. Байлар. Эмоция сатады 13%-ға. Но зато олар хотя бы ақшасы бар айтыр. Бизнесі бар. Келесі этап мынау креатив сана. Креативті сана. Бұлар мына 2%-дықтар. Мына 80%-дің мына 13%-ға шығуына жәрдем жасайды. Жағдай жасайды. Кедейлердің баюға көмектесетін осылар адамдар. Бізді ұстаз осы санаға шығарған. Трансформация арқылы. Каждый раз біздің ұстаз не айтады? Басқа адамдардың жетістікке жетуіне себепкер бол дейді. Басқа адамдардың жетістікке жетуіне себепкер бол дейді. Менің мышлением каким-то образом осы жерге шығып кетті 2 жылдың ішінде. Бірақ бізде мынандай нәрсе бар. Тело деген нәрсе бар. Адам баласы денеден тұрады. Памяттен тұрады. Бізде 3 энергия бар. Положительная энергия, отрицательная энергия. И нейтральная управленческая энергия. Менің денем әлі на 80% тұр. Жоқшылықты көріп өскен. Память. Сондықтан бүгін сіздерге бақытты болудың, бай болудың құпиясын айтам. Қалай ойлайсыздар? Қандай құпия бар? Біздің денеміз памятте тұрады. Памятте біздің бүкіл көрген қорлығымыздың барлығы бар. Болымыздың барлығы бар. Біздің өмір бойы жүріп өткен. Подсознание. Сондықтан осы бүгінгі мастер-классқа келген мына сіздер каждайыңыз менің телеграм-каналыма түсесіздер. Сол жерде марафон болады, жабық телеграм-каналда. Цифрлы психология жайлы ақпараттарды берем, оқытам ары қарай. Иншалла. Одан кейін менің өзгеріс деген авторлық трансформациялық коучингінің 7-ші потогы басталады. Асем ханым, Гүлнар қазір өзінің сезімдерімен бөліседі, шынайы. Енді сол телеграм каналда бізде күнде таңертең су ішеміз. Таңертең мен 1 литр су ішем. 30 килограмм салмаққа 1 литр су. Сол кезде мына біздің денеміздегі детоксикация дейді, детокс, токсиндер шығады. Мына миға кислород барады, қан айналымы жақсарады. Күнде сол 30 килограмм салмаққа 1 литр су ішеміз. Сол үшін суды ішуді не үшін түсінбейді адамдар, не үшін ішем деп. Ол 45 градус болу керек. 30 килограмм салмаққа литр су, салмағыңыз 60 болса 2 литр су, 70 болса 2,5 литр су. Мен до обеда ішіп тастаймын уже, норман. Сол кезде
сразу сіздер не істейсіздер, туалетке барасыздар жүгіріп. Токсиндер шығады организмнан, детокс, бұл природный. Содан кейін таңертең тұрғанда жаяу жүру. Көп адамдар жаяу жүруді түсінбейді, жаяу жүрсек байып кетеміз деп жүрмейді, баймайды. Жаяу жүрген кезде мына біздегі рух дейді, келесі плакатташы. Рухтың күйі деген плакат бар. Біздің рух мына құймышақта тұрады. Ол біздің адам баласы мына күнделікті қажетпен өмір сүрген кезде біз жеу ішуді ғана ойлаймыз. Сонда рух мүлгулі күйде болады. Рухтың мүлгулі күйі дейді. Сондықтан рухты көтереміз біз сол кезде. Ерлік жасаймыз. Рухты көтереміз омыртқаның бойымен. Жүрген кезде біздің мақсатымыз сол. Энергия тобықтан бастап көтеріледі. 2 километр жүрген кезде жамбасқа жетеді. Мына жерде жамбаста бізде седалищный нерв деген нерв бар. Седалищный нерв жүректі качать етеді. Сондықтан жүр дейді. Жүрек деген именно жүр деген сөзде несі тұр. Жүрсең қан айналады жүрегі. Жүрегің соғады сосын дұрыстап. Сол седалищный нерв жүрекке қанды качать етеді. Сонымен мына бізде организмда метаболизм, қан айналым процесі жақсара бастайды одан ары қарай. Келесі этапта бізде 4 километр жүрген кезде омыртқаның бойымен жаңағы рух мына жауырынның ортасына жеткен кезде бір су болып терлейміз. Сондықтан жүрген кезде наушник тыңдап алып, или болмаса кейбір апамдар бүйтіп кетіп баратады. Ол болмайды. Интенсивно жүреміз, жылдам, тез, ешкімге қарамаймыз, жылы киінеміз, суық тигізіп алмаймыз. Сөйтіп жүріп, кемінде 6-7 шақырым жүру. Содан кейін 6 километр жүрген кезде мына бастарыңыз сынып кете жаздап ауырады. Қатты ауруы мүмкін мына желке түс. Потому что энергия мойынға келеді сол кезде. Содан кейін первое времяда. Потом мына санада ой тоқтайды. Кімде 6 километр, мен енді үштікпін ғой, мен 13 километрде сезінемін. Мен ойым тоқтамайды мен. Жоқ, кәсіби бағдар емес, рухтың күйі деген не бар. Плакат бар ана, WhatsApp'та қарасаң, Гүлнарға жіберген. То есть, Гүлнар деген коучтың қарас, сол жерде тұратыр қазір. Жоғала береді, тұлға паспорт, жоғары көтерш, действие миссии, ВПУ, 5 элемент, ойлау, кәсіби бағдар, реализация, 3 саты, ойлау жүйелеме, сандағыны көрші дегенді. Осы мекен. Бәрін ашып көресіш. Жаңа соңғы. Жоқ, мынау субъектив шындық қой. То есть осылай энергия басқа дейін көтеріледі, 8 километр жүрген кезде маңдайға дейін жетеді энергия, 10 километрде жүрек чакрамыз ашылады. Жүрек ашылып бастайды адам, пейіл ашылады. Мына жерде бізде көкіректе, мына жерде бізде не тұрады, пружина тұрады. Пейіл дейді соны. Сол пейіл бізде скупая душа дейді. Біз бергіміз келмейді, пейіл жабық тұрады бізде. Сол 12 километр, 10 километр жүрген кезде пейіл ашылып, адамның бойымен көтерілген энергия төмен қарай емін-еркін ағып тұру керек постоянно. Біздің бақытсыздығымыздың барлығының келті осы, қазақша айтқанда пейілдің тарлығынан. Пейіл неліктен тарылады, ойдан тарылады, негативтен тарылады, бас пайдамызды ала алмағаннан кейін тарылады. Мұны пейілді ашқан кезде бойымыздан энергия емін-еркін жүреді. Задача жүргідегі создать свободное течение энергии внутри сознания человека дейді. Сананың ішінде энергияның емін-еркін жүруін создавать етуіміз керек. Емін-еркін ағып кету керек, су секілді бойымыздан энергия көтеріліп тұру керек. Но біз қалай біз ашуландық, қалай біз сараңдық, көре алмаушылық деген нәрсе біздің гармошканы пейілді жияды бүйтіп максимально, содан кейін мына жерден энергия өтпей қалады. Сол өткен нәрсені ғана аламыз ғой біз сол гармошкадан. Ақшамыз соған. Қаншалықты мына пейіліңнен өтеді, соны нәрсені біз аламыз өмірде, материалдық әлемде. Құдайдың берерінде шегі жоқ деп сол үшін айтады. Бірақ сен қанша ала аласың, соған байланысты. Қаншалықты пейілің тар, қаншалықты пейілің кең. Малымды алсаң ал, пейілімді алма дейді. Неге мысалы сорлап жүрміз, неге қарыз біз пейіл тарлықтан, неге біз күйреп жүрміз пейіл тарлықтан опять. Ниет жабық, пейіл тар. Осының барлығын біз көрсетеміз цифрлы психологияда.
То есть мына жақта біз бәрібір сол пейілде өмір сүреміз, субъектив шындықта өзіміздің пікірімізді дәлелдеп күресіп, өзіміздің шындығымыз үшін. Ақырында бұның зардабы кімге тиеді? Өзімізге тиеді. Әркім тек қана өзі зардап шегеді. Мына жерде біз өзіміздің пайдамызды алып үйренеміз хотя бы. Моральдан кете бастаймыз. Бірақ признание күту. Мына жерде уже признанияны күтпейміз уже. Признанияны күтпеу мына жерде уже этап. Мойындау күтпейді. Ол кезде мына жақтағылар уже 13%-да шумный деньги жаңа айттым, иә? Бұлар уже түсінген кезде мына жаққа мына этапқа өтеді. Бұлар вообще ештеңке айтпайды. Бұларда признание күтпейді. Жаңағыдай не жоқ. Алдында айттым, иә, адвокат дьявола деген киноны көрдіңдер ме? Әсем? Көрмедің, соны көру керек еді. Сол кезде признанияны жақсылап түсінесіңдер. Келесі этап 2%-лықтар, бұлар даналар. 3%-лықтар бақытты адамдар. Жер бетіндегі 3% бақыттылардың адамдардың қатарына шығу үшін бізге сол үшін білім алу керек. Сол үшін сана дамытумен жұмыс жасауымыз керек әрдайым. Білім алу, сана дамытумен жұмыс жасау, не үшін оқуымыз керек дейді. Мына жаққа тек қана білім арқылы, дисциплина арқылы шыға аламыз, достар. Басқаша шыға алмаймыз. Әрдайым білім арқылы. 13%-дан. 13%-дан ары қарай 2%-ға өту. Түсінікті ғой, сана дамытудың қай этапына. Сіздер қазір өздеріңізге объективно баға беріңіздер. Қай этапта тұрсыздар сіздер? Қай жерде жүрсіздер? Мына жақта жүрсіз бе, мына жақта жүрсіз бе? Основном біздің көпшілігіміз осы жерлерде өмір сүреміз. Иә, осыдан. Иә, 13 пен 20-ның аралығында признание күткен кезде түсіп кетесіздер. Мысалы, мына этап уже ол жаңағыдай долларовый миллионер уровеніне жеткен адамдар. Бірақ по-любому жаңағы не күтеді, признание күтеді. Осы біздің сана дамыту деңгейі. Жер бетіндегі бақытты адамдардың құпиясы осы ғана. Өмірде бір заңдылық бар, алу беру заңдылығы деген. Алаған қолың береген болсын дейді қазақ, алу беру заңдылығы. Біз бергіміз келмейді. Біз бүйтіп ойлаймыз. Пока алып алайық, сосын береміз. Алған соң уже бергім келмейді. Пока алып алайық, сосын береміз дейміз. Беру десе, сразу біз ақша беру деп ойлаймыз. То есть, біздің компетенциямызды, қабілетімізді беру. Бір-бірімізге немізді бере аламыз, біз қабілетімізді бере аламыз. Мінекей, светті өшірші, енді мынаны көрсетіп жіберейін. Мінекей. Мынау түсінікті қоя, Паретто принципі, иә? Паретто принципі түсінікті, енді светті мына жерде өшіріп жібер. Енді мына жерде қарасаңыздар, келіспеушілік неден туады? Сана-санында, адамның миссиясында келіспеушілік неден туады? Көрсетіп бірі. Мынау субъектив шындық, бұның бәрі адамның құрғақ қиялы. Неліктен төрттіктер әділетсіздікпен кездесе береді? Төрттіктер әділетсіздікпен кездеседі. Байқайсыз ба сіз соны? Часто. Себебі Құдай сіздің иллюзияңызды күйретеді солай. Сіз иллюзияда жүрсіз, әділеттілік деп өзіңіздің облачный бір әлеміңізде жүрсіз. Какой-то бір создавать етіп алған. Құдай көзіңді аш деп саған именно әділетсіз жағдайды сенің өзің субъективіңді постоянно сен сонымен қабылдамайынша, түсінбейінше, сен әділетсіздікпен соғыса бересің постоянно. Бірліктерді сатып кетеді, байқайсыз ба? Сізді көп сатып кете ме? Потому что сен өзің санаңда адамды свой чужой деп бөлесің. Деление сананың ішінде болып жатыр. Сондықтан ақырында бия. Бірлер. Баяғыда бітем ғой, бір адам маған осы жерде түсінікті болсын іштеп кішкене бөлжерейін. Баяғыда бітемді, бәрі адамды против осылай сөйлесіп, нетіп келесің да, жақсы қарым-қатынас жасап, жаныңды беріп бірлер деген андай ғой еще. Щедрый болады, прям ана адам үшін бәрін істейсің ғой. Покровительство қылып, оларды қарап, кішкене анау көмектесіп, сөйтіп жүресің да, и ол адам батыс бір күні саған бір нәрсе істейді ғой. Жәндегіде сен сатқындық жасайды ма? Жәндегіде сенің сыртыңнан әңгіме айтады, болмаса сен туралы бір жаман нәрсе айтады. Сен айтқаныңда істемейді. Мен айтқанда істемейді. Сонымен ана адам жоқ қой, прикинь. Ана мен черный списогым бар екен да сонда ше. Сонда мен санам автоматты солай жұмыс жасайды да санам ше. Ана адам для меня уже не человек.
он как будто последний бір поганый Самый адам последний сен. человек. Самый Ондай болмайды, бірлер де бола ма? Жоқ, барлық бірлерсің. барлық бірлер сондай ғой. Жоқ, барлық Последний адам бірлер. сияқты да, вообще. Жоқ, қазір қараңыз. Сызып тастайсың да. Миссияңыз қанша сіздің қазір? Миссиям 7, өзім 1. Миссия 7. Сіз қазір руханиятқа бөлесіз ғой уже. Духовный, бездуховный. Міне, сіз мысалы, бірлік ол покровительство жасаймын деп тұр. Покровительство жасайды, пока что человек свой болып тұрған кезде. Покровительство жасайды. Уже сізге егер, как только, есіңіз кім? Перизат, сіздіңкі дұрыс емес деп қарсы шығатын болса, ол адам сіздің уже полеңізден жоғала бастайды. Сіз жөндеп қараңыз. То есть, Соған дейін мен сөйттім ғой. миссия үште пайда бар кезде деление жоқ. Қалған адам, бірақ олар берген адамдар да мен никогда жаман көрген емеспін. Свой болып жүре білгенмін. До сих пор сондай. Ну, пока что. Мен өткенде де сіздің осы неңіз тыңдадым да осы нәрсе. И қатты ойлана бастадым. Мына кісі де айтып отыр қазір. И тағы да ойланып жатырмын да. Мен наоборот, олар маған сондай жасаған адамға мен наоборот кіріп кетемін. Одан да жаңағы біздің менің миымда мынандай нәрсе қалыптасқан ғой. Таспен ұрғанды аспен ұр деп наоборот кіріп кетемін. Наоборот плюсқа шығады сонда ол. Ол бұрыннан ана кішкентай кезінен солай қалыптасқанда аты чужой деген нәрсе қазір бірлікпін ба бірлік емеспін ба өзі де ойлап жатқаным ғой. Жоқ, мен 33-ге толған жоқпын мен. Кешіресіз, мен әлі бірлік болып тұрмын да. Мен енді бірлік болып тұрмын. Мен еш нәрсені жасырмай айтамын. Осы уақытқа дейін сондай болған мен. Маған ұнамай қалды ма ол кісі менің спискімнен шығады. Ол адам последний адам. Оны елемейсің уже. Даже бір жерде отырсаң, как будто ол жоқ сияқты да. Ол адамды сен уже пенде деп санамайсың сен. Себебі ол сенің субъективный ойың бойынша ол саған сондай қиянат жасады, ол ондай істемеу керек еді ғой. Ол неге олай істеді? Менің қамқорлығымды бағалама, менің покровительствомды бағалама, менің щедростьімді бағаламады ол адам. Менің арқама типа нож қадады, и ол адам жоқ қой, прикиньте менің өмірімде. Сен қалай олай істей аласың? Сен ол адамның сондай кемшілігін көре салып, бәрін и прикиньте, и айналамда ешкім қалмайды да. Анауда уже саған сондай істеді, жоқ ол адам, мынауда сондай істеді, ол адам жоқ. Уже сөйтіп сенің... Жоқ, оларда каждайда разница әртүрлі. Яғни өзімшілдіктен келіспеушілік, өзімшілдіктен бәрі менің қалағанымдай болу керек, мен айтқандай болу керек. Егер сіздің енді сіздің миссия жетіңіз руханият, сіз руханияттың кесірінен суицид оқымай кеткен жоқсыз. Сіз ба, бұл кісі руханиятта тұрады. Сіз уже миссия қосылған соң руханиятқа бөледі миссияңыз. Жоқ, сол енді бәрібір сіз енді жақындаған кезде барған шығарсыз примерно. Жақындаған кезде сол енді миссияңыз сіздің духовность, яғни сіздің руханият мораліңіз сәйкес келмей қалды ғой руханиятыңызға. Түсіндіңіз ба? Қазір сіз руханиятқа бөлесіз, уже миссия қосылды. Енді сіздің ойыңыздан шықпай қалды ма? Сіз уже болды ғой? Жоқ қосы үшін. Мен оны ашық айтпаймын тағы да. Мен бір нәрсе айтайын. Мен уже ойымның ішінде бөліп тастаймын. Болды. Түсіндіңіз ба? Даттабол менің өзімшілдігім да, ол адамға даже мен айтпаймын ғой оны. Оны айтпайды, менің партнерім кездесіп жүре береді. Ол ана күйреп жатыр. Ол мысалы екілік шығар да, оған ол отношения бүйтіп саған айтқысы келеді. Сен көрген ол адам андай не сияқты да, қалдыңда бір пустое место сияқты сен тыңдамайсың, елемейсің. Ойдың ішінде, сананың ішінде бөліп тастайсың ғой адамды. Сен бірінші бізде айтады ғой, сонда бөлуге сенің қандай құқың бар, кім қандай нәрсе істесе де сен бөлуге құқың жоқ. А мен бірлік болып, ол автоматым сол нәрсе келе береді да маған. Мен осы нәрсе Сіз енді миссия 3 келді ғой сізде. Сізде пока что пайда бар кезде сіздер ақта боласыз. Пока что қандай да бір бас пайда ыңғайлылық бағана білесіздер, бас пайда ыңғайлылық болған кезде қандай да бір сіз по-любому ақта боласыз. Яғни өзіңізге выгодный жағына шығарып аласыз. Миссия қосылған соң басқаша жұмыс жасайды. Мына кісі руханиятқа салып қояды, Алла өзі кешірер, Алла өзім жазасы берер деп қой. Ол сіздің енді ойлаған нәрсеңіз болады ғой өмірде. Бірақ мен соны адамдарға айтпайтын едім да. Бірақ қараңыздар, ойдың ішінде қыздар,
ойдың ішінде мен сол адамды уже бөлетін едім. Даже оймен мен ол адамды уже крест қойып тастаймын. Для меня это черный как дыра. Ол маған ондай істемеу керек еді. Неке керемет. Адамның өзінің ойының ішінде да. Кейін осы мен осы суицидқа келе бастағанымда уже мен өзімнің тағымда мен білем, что у меня есть менің минустарымды кәдімгідей көре бастадым. Қандай адам болмасын саған қиянат жасамай ма? Солай. Мінеке керемет. Мына қараңыз. Мінеке керемет, өзі көрдіңіз ба? Әркім живой кейс. Адам өзі айтып тұр. Бұл кісі өзі сезінді соны. Менде мысалы қараңызшы, мен суицидқа келіп, мына нені қашан мойындадым айтайын ба, мен тупой деп бөлетінімді. Конкретно мен кризис келіп, маска шешілген кезде бірақ мойындадым. Мен іздеп, сол кезде конкретно кризис келіп, жаңа айттым ғой, үйде қарым-қатынас быт-шыт болып, ұрыс-керіс болған кезде бірақ мойындадым мен. Оказывается, мен солай бөледі екенмін ғой деп. Оған дейін маған деген айтайын ба, қай жылы? 2020 жылы бірінші рет мен нумерологиямен кездестім. Нумерологиямен. Менің бір таныс қызым, жұмыстас. Сол звондап телефонмен сөйлесіп қалып еді, сен туған күніңді айтшы деді. Соң кейін осындайсың ғой, сен заботаңмен тұншықтырасың, бірдеңке айтты. Вроде кеп тұр енді. Бірақ іште сопротивление. Ой, қумаш, оны любой адамға айта беруге болады ғой. Сендер осындайсыңдар, сендер жақсы күйеусіңдер, тағы бірдеңке айтты, в общем, айтыр осындай. Соны қарап жүр ме екен, может, суицид ма ол кезде білмеймін, даже нумерологияма не екен. Қумаш, оны любой адамға айта береді ғой дедім. 4-ші жыл болады менде, трансформация жылы. Білім арқылы трансформация жіберуге жаратушы маған мүмкіндік беріп тұрды сол жылы. Бірақ мен ол кезде естімедім, жаңағындай. 7-ші жыл батыс келді, 7-ші жылда кризис келді, қарым-қатынас күйреді, мен ажырасудың сәл-ақ алдында тұрған кезде мен уже, оказывается, мен сондай екенмін ғой. Мен адамдарды умный тупой деп, мен менсінбеймін, ана адам маған тупой сұрақ қоймашы деймін. Сен элементарный сол нәрсені түсінбейсің ба, тупойсың ба сен? Мен осылай айтады, сөйлесем адамдармен. Сен тупойсың ба, элементарный сен түсінбейсің ба? Түштіктерді қарасаңыздар, сөйтіп сөйлейді бәріне. Мен ағам сондай ғой. Каждый, надменность, мен суицидқа келген кезде білдім мен, оказывается, мен солай бөледі екен адамдарды, умный тупой деп. Абыройлы, абыройсыз деген, абыройлы деген адам мен үшін менен көбірек білетін адам болса, ол адамға все, ляппай. Ал егер ол адам менен тупой ма, болды, менсінбейсің. Все, субъектив. Болды, миссия үш, әрекетінде солай ол кісілер. Сондықтан біз оны өзімізді көрген кезде, каждый іс-әрекетімізді байқаған кезде, сол кезде түсінікті болады. Кәдімгідей адамдар өзі жайлы, мен өзім жайлы жақсы білем да. Қазір миссия 4-ім қосылғалы, мен уже честный деп, таңертең тұрсаң қабағыңа қар жауып, кірпіңе мұз қатып, бұрын қатын құрсатын едім. Қазір өзім сондай болып оянатын болдым 4. Миссия 4 қосылды ғой. Ұнамай тұрады ғой. Кіресің уже сразу қай жерінен біреудің үйіне барып тамағын айтып шығатын болдым ғой мен. Онша болмай қапты. Салатын, майонезін былшылдатып немлеп сонша қоса берген. Миссия 4 жақындаған сайын мен соны айта бастадым, кемшілікті. То есть осылай біз әрекет жасаймыз. Оны бірақ білмейміз өзіміз. Субъектившін. Жоқ. Миссия 4-ке мен енді қосылғам жоқ қой, мен енді қосылам, менде жарты жыл қалды примерно. Сана, мен 93-пін ғой. 32-демін. Менің миссиям 4. Үштік санасаным менің. Аха. Жүресіз, я? Үш просто ойлау болып қалады, ойлайсың. Ой келеді. Ойлайсың. Бірақ сәрекетің бөлек. Сәрекетіңіз 2 сіздің. Сіздің ойлауыңыз ғана 9-дық. Бірақ сәрекетіңіз қалай сөйлейсіз, ол тек қана сіздің миссияңызға байланысты 33 жастан. Міне, қазір соған келеміз қазір. Мына егоның күйреуі. Мына енді біз неге бақытсызбыз деген сұраққа келеміз. Қазір рет-ретмен, менің инструкциямды бұзып жібердіңіздер сіздер. Мен өзім инструкция бойынша келе жатқан едім, бұзып жібердіңіздер. Регламент. Өзімшілдіктен, түсінбеушіліктен, екіліктер түсінбеушіліктен мораль. Бәрі мен түсінбейді, Гүлеке, соны байттың ғой. Өмір бақи күйеуім түсінбейді, енем түсінбейді, атам түсінбейді деп келген болады күйреп Гүлекең.
міне үштіктер әділетсіздіктен күйрейміз біз. Үштіктер әділетсіз деп ойлаймыз. Егер біз өзіміздің инструкциямыздан шығып кетсе, ол адам бізге әділетсіз болады. Төрттіктер біз, келе қойыңыз. Не деп, жалғандықтан, бәрі жалған, өзі өмір жалған деп айтпай ма қазақтар, жалған өмір дейміз, бірақ төрттіктер жалғандықтан күйреп жүреді сол. Нечестно, қазақша айтады, орысша айтса. Бестіктер қисынсыздықтан, берма бестер бізде, 5, 11, 24, 10 мінекей. Нағима, қалай соны байқайсың? Дұрыстықты айтшы енді қазір, Нағимадан сұрақ. Дұрысты қалай дұрыстыққа салып қоясың бәрін? Логикаға сай емес, нелогично деген көп қолданесің. Постоянно нелогично дейді. Енді что такое неадекватной логики? Вот міне мынаны қарап, былай жұмыс жасайды, оның ішінде энергия. Вот поэтому логика это последовательные действия дейді. Бірізді іс-әрекеттердің жүйесі, оның санасының ішінде болып атқан. Бірізді іс-әрекеттердің желісі. Егер сондай бірізді іс-әрекет болмаса, мынадан кейін мынау, мынадан кейін мынау болмаса, оның миындағы тұрған логикасына сәйкес. Бітті, миы шашақ бітеді, көрдіңіздер ме? Дұрыс емес дейді, сразу, иә? Бірінші сөзі. Санасаным 5, миссиям 4-та, маркетологтың мамандығынша. Мысалы, контент план жазамыз ғой. Сол кезде мен кәдімгі подцепочка сияқты, концепт сияқты барлығы мектепте құрап шығамда, соның арасында бір план орнамасы бітті, күйрейді. Қайдан бастан ойлану керек. Желаниясы болмай қалады, сразу. Күреске кетеді. Дұрыстығын дәлелдеп кетеді. Түсіндіңіз ба? Мен мамам жетеді ғой. Ата-енем бір нәрсені қарым-қатынас жасайды ғой, сол кезде бірінші айтатын мамамның сөзі. Дұрыс емес ол негізі дейді ғой. Мен түсіндіремін ғой, мама, сенің дұрыс, ол субъективный айта алмайды, бірінші. Келесі, сұраққа келеміз енді. Так, этап қисынсыздық. Түсіндіңіздер ма? Қисын дегенді адамдар түсінбейді. Сол просто мен әдейі айтып жатырмын. Алтылықтар жайсыздықтан, эго жайлылықты, комфортты, махаббатты, қалайды, удобство. Бар ма алтылық? Қайда еді жаңа қызымыз алтылық? Нақсы, иә? Қалай сол комфортты қалайсыз, иә? Комфортты бұзсаңыз, қалай истерика басталады, иә? Сол жерде, иә? Истерика басталады. Шум, гам бәрі. И алтылық кекті қалай аласыз, айтыңызшы, қазір түсінікті болады. Комфортын бұзса, ол адамды комфортын бұзса, ол адамды ақырын жайлылығын бұзатын нәрселер